сөзсіз біздің аяттарымызды өтірікке шығарғандар. Өтірікке шығарудың, құрметті жамағат, бір ең кішкентай, енді оны өтірік деп айтпаса да, соған бір кішкентай дәрежесі бар. Бұл мына Құранды мүлде ашпау. Егер бұл хақ болғанда, ол ашылар еді. Біз кейде алдаймыз өзімізді. Менің жүрегім таза деп, мысалы. Бірақ ол таза жүрек. Неге ашқызбайды бұны? Біреу айтады, менің жүрегім таза деп. Неге ол таза жүрек? Ана кварталда мешіт тұрған жерден өтіп баратқанда азан шақырылғанда, осы азан неге шақырылады деп ойламайды. Мынау не? Неге қайта-қайта шақырылады бұл? Қай жаққа шақырып жатыр бұлар? Ол жерде жаңағы хайя ғалас сола деген сөз. Намазға қарай асығыңдар, Алламен байланысуға деген сөз. Хайя ғалал фалах, құтылуға, тозақтан асығыңдар, жәннатқа қарай деген сөз жатыр азанның өзінде. Шамға келгенше сондай адамдар қастарыңызда, намаз оқымайтын адамдар, азан айтылып жатқан кезде де қасыңызда тұрып қалса, тек өзіңіз азан боқыпты, мен намаз оқушам, ренжіме деп, ондай нәрсе жасамаңыз. Білесің ба не шақырылып жатыр мына жерде деңіз. Білесің ба не айтылып жатыр мына жерде деңіз да. Сізді сол үшін мұсылманға қойған Алла Тағала. Сондықтан осы нәрселер әр жерде бұл құндылықтар таратылу керек. Ол біздің мойнымызға қойылған бір жауапкершілік. Ол атқарылу керек шама келгенше.